Мен сіздермен бүгін иншотпен таныстырамын. Иншотты бәрі білуі мүмкін, бірақ та білмейтін адамдар болса, сондықтан мен новыйды иншотқа кіріп, новый деп басамыз да керекті видеомызды аламыз. Мен мына видеоны алайын сіздерге. Қараңдар қалай күшті. Размер таңдаймыз. Размер қайда бізге керек. Оригинал 9:16 сторисқа. 4:5, 1:1 мына неге саламыз. Инстаграмға 16:9. Ютубқа саламыз. Содан кейін тиктокқа әртүрлі мына жерде нелер бар. Размерлер бар. Ал егерде Android болса, сізде холос деп айтылады. Мына жердегі жазулардың бәрі Android'та да бар. Тек қана әртүрлі жазулармен тұрады. Тек мына iPhoneға жаңадан пип деген қосылды. Бірақ енді видеоның үстінен видео қосу, оны Android'та қосылды ма, қосылмады ма білмейдім. Себебі iPhoneға енді қосылды. Енді осы жерде мына звук бар да. Қараңдар қалай күшті. Алып тастауымызға болады. Мына объем. Звугын кешіріп тастадық. Енді музыка қоятын болсақ, осының үстіне мына жерден керекті музыкаларымызды алуға болады. Өзімізге. Болмаса запись жасауымызға болады. Мына жерден запись жасасақ. Содан кейін песненің ішіне міне извлечь аудио из видео дейді. Кез келген өзіңе ұнайтын өлеңді запись экраны арқылы жазып алып телефоныңызға. Ол iPhone'да запись экраны өзінің ішінде бар, ал Android'та әртүрлі программалар бар запись экраны жасайтын. Сонымен сіз керек өлеңді жазып аласыз, мынау сияқты міне. Соны қоюға болады міне. Мына жерде менде басында жоқ, сондықтан аламда былай істеймін. Үстіндегі тұр ғой өлеңді жаңағы видеоны. Соны алам, разделять етем да, керек емес саған удалять етемін. Міне осы жерге қайтадан мына үстінен басып, мына былай істесең керек жеріңе қарай тартып келтіруге болады өлеңді. Осылай етіп қоюға болады. Мен әзірше оны үстінен басамда удалять етіп тастаймын. Сосын звуковой эффект бар. Оған популярныйға кірсек, әртүрлі мына жерде су құйылып тұрған. Сондай өздеріңіздің видеоларыңызға қарай сообщение келген музыкалардың әртүрлі эффекттары бар. Соны қоюларыңызға болады. Енді келесі бізде стикер. Стикер мына жерде әртүрлі стикерлерді қойсаңыздар болады өздеріңізге қарай. Мына жерде ең бірінші тұрғанды 4-пішті сол жерден алып камерадан фото қоюыңа болады үстіне. Оған менде үстіне қоятын әзірше ыңғайлы фото жоқ, сондықтан қоймаймын. Бір любой фотоны қойсам міне. Осылай тұрады. Оны мына жағына апаруға болады, керек болса мына жағына, өзіңіздің видеоңызға қарсы. Үстінен басып тұрамыз да, удалять етеміз. Сол кезде ол удалять етіп қалды. Енді осы жерден текст жазуға болады. Мысалы, мына жерге қайырлы таң деп жазсақ та. Қайырлы таң. Қайырлы таң жаздық. Енді осы мына жерден радуга фото тұрғы, соны аламыз да. Мына жерден біз әртүрлі тексті келтіре аламыз. Мына жерде теңде басамыз да. Жан жағына өзгертеміз онда. Қандай тең бергін келеді. Қызғылт беріп тұр. Сарғыш беріп тұр. Мына жерде сары көрінбейді ғой тек. Оны алып тастауымызға болады. Этикетка. Этикетканда біз басқа түс қойсақ, мына қайырлы таң деп қойдық. Болмаса міне. Енді бұны прозрачності басамыз да, үсті прозрачный қылуымызға болады. Вообще жоқ қылтып жіберуге болады, жайлап қоюға болады. Енді мен этикетканы басқа цвет қылғым келіп тұр. Ал
осылай істеп қояйын да. Бұны басадық. Енді бұл жерде бізде изменить етіп аны бассақ әртүрлі шрифттар шығады. Қайырлы таң. Міне. Әртүрлі шрифттармен өзгертуімізге болады. Осылай істесек. Сосын мына шетіндегі изменить, шетінде тұр ғой, үш мынандай не, домалақ. Соны бассақ, мына жерден анимациялар жасауға болады. Бұлай істеп, керек емес петля. Бұлай жасаймыз. Анимация керек жоқ бізге. Мына жерден көп, үлкен етіп, кішкентай етіп жасауға болады. Мына кетірдім. Енді основной не бар ғой мына жерде? Қалай шығу керегін. Входқа жасап қалай шығуды қойсақ, мына жақтан келсе болады. Болмаса астынан келтіретін етейік. Осылай істеге. Бұлай астынан келтіретін етейік та. Выходқа жанына кетіп қалатын етейік. Осылай жасаймыз. Енді жаңа айттым ғой, звуковой эффект. Мына кішкене бұлай қарай жасап қойсақ, музыкаға кіреміз де звуковой эффект популярный. Осыны қойық. Мына ол звуковой эффекті бұлай бізге келтіруімізге болады. Прямо қайырлы таң деген шығып жатырған кезде оны жасауымыз керек. Мына звуковой эффект. Қайтып көрейік. Сообщение и қайырлы таң. Ол қайырлы таң, одан кейін бізге бұлай қарай шығып кетеді. Енді стикер тексті фильтрлары бар, әртүрлі эффекттар бар. Бұл жерде әртүрлі эффекттар жасауларыңызға болады. Маған керек емес, мен көп эффект жасамайым. Регулировка, фильтры. Содан кейін. Енді жаңадан келген мына пип деген бар, ол видеоның үстіне видео қоятын. Видеоның үстіне видео, видеоның үстіне аудио қоятын. Фото қоятын нелер. Бұны жасаған кезде тағы да айтам, басқа кезде қалай қояды. Ал Android'да қазір бар ма, жоқ па, мен біле алмадым. Бұл iPhone'да бар. Енді ғана қосылды iPhone'ға. Және мына жерде InShot деген жазу тұр ғой, соны бір бассаңдар, удалить етет раз деп жазасыздар. Сол кезде ол удалить етіп кетіледі. Видео қойған кезде ол тұрған өте әдемі болмай тұрады. Обрезка. Обрезать етілетіні. Осы жерден бәрін көресіздер. Разделить. Мына видеоны біздер мына жақтан разделить етейік. Сосын мына жағын басамызда удалять етеміз. Сол кезде мына менде 17 секунд қалды. Бұның өзі әлі сторисқа көп, өздеріңіз білесіздер. Енді мына жерде скорость. Скорості бұлай 2-ге 10-ға қойсаңыздар тез жүреді, ал төменге қарай бірден қойсаңыздар, онда жайлап қимылдайды. Копияны бассаңыздар, осындай видео екінші рет шығады. Обрезать етсеңіздер, осыны қиюларыңызға болады, өздеріңізге керектімен. Заморозить бассаңыздар, бір какой-то эффект замораживать етіліп қалады. Обратныйды бассақ, осы видео келесі жағынан көрсетіледі бізге міне. Артынан алдына қарай, себебі адам жүріп кетқанда кері жүргенді көрсетеді ғой, ол соны көрсетеді. Міне бүгінге осыны жасаңыздар.